Ең соңғы аятымыз нестағиду билла кәллә әсте олай емес. Яғни әсте олай емес деген кезде біз шақырмаймыз деген мағынаға келмейді бұл жерде. Біраз жағдай жаңағы Әбу Жахілдің күткеніндей емес. Ол сыбайлары ыстарын шақыр дегенмен сыбайластарын ол жерде шақыра алмайды деген мағынада. Лә тутиғу бұл пайғамбарға айтылған. Етістікті мына жерге қоспаған екенбіз. 4-ші бапта келіп тұрған етістік атаға. Ортасы әлсіз етістікке қараңыздар. Осы жағы ютиғу. Бұйрық мына жерде лә деп тыйым салу ләсінен кейін де жәзім болу керек. Әнтә болатын болса тутиғу ғой. Ютиғу ол дегенді білдіреді. Әнтә болатын болса, сен болатын болса тутиғу дейміз. Алайда басына лә келетін болса, бұл жәзім жасайтын лә. Әмірде тыйымда лә, бағанағы лиедау дегенде де түсіп қалған сияқты, бұл жерде де арқада бауырлар, мына жер соңы сукундалу керек. Ал соңы сукундалғанда алдындағы әріп әлсіз әріпте сукунды болғандықтан әлсіз әріп түсіп қалады. Сондықтан лә тоты болып қалды, қараңыздар. Лә тоты. Плюс ху мәфул бихи. Оған сен, яғни Әбу Жахилға сен бағынба. Оған итағат етпе. Біздің итағат деп жүрген сөзіміз осы етістіктің мастары итағат. Мастар, қараңыздар. Әмір болатын болса, аты болатын. Аты болатын. Негізі атыян ғой, я итағат түсіп қалады, аты. Мутиғын итағат етуші, мутағын өзіне итағат етілген. Алла Тағала деп қараймыз. Бұл аяттың иғрабында да қарай кетейік. Жалғасы бар. Ла тутиғу оған бағынба, оған итағат етпе. Уасджуд сәжде ет. Уақытариб және де Аллаға жақында. Иқтараба етістігімізде, ол етістікті қоса кетейік. Сәжада есджуду етістігі бұрын келген беді бізде. Сәжада. Осы жақтың біз түбір етістіктердің харакаты әдетте сөздікте беріледі. Дамма деп бұлай сөздікте беріледі, яғни ортадағы әріп. Сондықтан біз оны осы жақ жасағанда ясджу деп ортаға дамманы қоямыз. Ясджуду. Ясджудуден әмір жасалады, тәсджудуден жасалады негізінде. Тәсджуду. Басындағы тәні алып тастаймыз. Сукунмен басталмайтын болғандықтан әлиф қосамыз. Харакаты ортадағы дамма болғандықтан даммаға дамма. Соңы сукун. Усджуд. Сәжде ет деген білдіреді. Суджудун. Сәжде ету. Мастар. Сәжидун. Сәжде етуші. Сәжидун. Мәсджудун өзіне сәжде етілген дегенді білдіреді. Мәсджудун. Харфу жермен келгендіктен мәсджудун лаху дейміз. Аллаху Таала үшін өзіне сәжде етілетін. Усджуд лиллахи дейміз. Аллахқа сәжде ет дейміз. Мәселе бұл харфу жермен келетін етістік өзі. Иқтараба етістігіне келейік. Ол 8-ші баптағы етістік. Ифтағала деген бапта келіп тұр. Түбірі қаруба қыздар. Қаруба деген жақын болды дегенді білдіретін етістік қой. Осыдан 8-ші бап жасалып тұр. Жақындады деген мағынаны білдіретін. Иқтараба. Осы шағы яқтарибу. Яқтарибу. Әнті болса бізде ол тақтарибу болатын еді. Тақрибу. Тақтарибудан бұйрық рай жасалады, басындағы тә алынып тастайды. Сукунмен басталмайтын болғандықтан әлиф қойылады. Әлифтің харакасы өткен шақтағымен бірдей, кесра. Соңы сукун. Иқтариб. Сонда біз осы бұйрық райды алып тұрмыз қазір. Иқтариб. Усджуд лилла. Уақатариб. Сонда қараңыздар, басына уа қосылып кеткен кезде уа иқтариб деп оқымайды. Уақатариб. Өйткені ол хамза уасли хамза, ішін байлау үшін, байланыстыру үшін келген хамза болып табылады. Сондықтан уақатариб деп үстінен өтіп кетеміз. Мастар иқтираб. Иқтирабун. Муқтарибун. Муқтарабун. Муқтарибун. Әдетте сабақтан бұрын осылай дайындайтын едім ғой. Мына жерді байқамаппын, біткен екен деп қоя салғам. Оның үстіне бұны біз бұлайды алмаймыз ба деп ойлаған едік. Оған кеше уақытымыз болғанға, оның үстіне сіздерге кейбір сабақтарды қайталауға өтіп кетіппіз де, сіздердің уақыттарыңызды жеп қойған болмайын деп
бұл сүрені де қосып өтейік дедім. Енді осы екі аяттың, соңғы екі аяттың 18 пен 19-ның иғрабы берілмеген екен. Иғрабына да тоқтала кетейік. Сәнәдәу, сә әссин, мына басында харфу истиқбал, келер шақты білдіретін қосымша. Уә нәдәу деген етістігіміз қараңыздар. Нәдәу деп жазылу керек қой. Фи'л мудари марфу би дамма мұқаддара алал уау, уаудың үстінде бар деп саналады. Алайда әл-мәхзуфа түсіп қалған уау. Не үшін түсіп қалған? Тәхфифан, яғни жеңілдету үшін, тілге жеңіл болу үшін. Әдетте тілге жеңіл болумен қатар мына жерде итакта бірге бүйтіп оқыған кезде ол түсіп қалады ғой. Қазіргі современный тілде түспейді дедік. Әрі алдыңғы аятқа да біраз сәйкестендірген. Уәл фаилу нахну мустатир, az-забания мафул бихи. Кәллә тәкид лиррада уәззәжә, тағы да тәкид күшейту үшін жаңағыдай әсте олай емес деп алдыңғы үкімді жоққа шығару үшін және де біраз қор көру үшін. Ол Әбу Жәһілге қатысты. Әсте олай емес, өзінің сыбайластарын шақыр дедік қой, әсте олай емес деген мағынада. Лә нәхия, тыйым салатын. Лә жәзима, жәзім жасайды етістіктің соңын. Сондықтан тутиу деген етістігіміз тутти болып қалды ғой. Фи'л мудари мәджзум билля. والفاعل مستتر ішінде тақдируху әнта бар, сен. Хәміз, мынау хәміз мәфул бихи. Уәсджуд, уәміз негізі бұйрық құрайды, тыйым салудың мағынасында да бір бұйрық болғандықтан соған атып етіле береді. Фи'л әмір мәбни аля сукун немесе келе өзін фи'л әмір деп те бере береді. Уақыт тарипсе екі әмір бір-біріне атып етіліп тұр мұнда. Атып аля уәсджуд. Негізінде мына уаға все-таки атыф харпы деп береді. Негізінде сіздерге ыңғай айтып келетқан нәрсе, уәдан кейінгі етістіктің формасы мен алды әдетте бірдей болу керек. Алайда современный мәтіндерде де анда-санда кеп қалады. Аяттарда да мағына жағынан тыйым салу, бұйыру, екеуінде де бұйыру мағынасы болғандықтан осылай тыйымға уә деп бұйыруды қосып кететін жағдайлар кездеседі. Енді қыздар біраз тәпсірін басынан бастап бір қарап шығайық бұл сүренің. Әбу Жәһілге байланысты негізінде Әбу Жәһілдің жаңағы пайғамбарымызға жасаған кеткен әрекетіне байланысты түскен екен. Алғашқы аятымыз иқра, оқы. Әйюһар расул, ей пайғамбар, нені оқы? Ма юхихи Аллаху илей. Аллаху Тағаланың саған уахи еткен нәрсесін оқы. Муфтатихан, бастай отырып, немен бастай отырып? Би исми раббика, Раббыңның атымен. Ай Раббың әлләзи халақа, жаратты. Кімді жаратты? Жамиал халақ. Негізі аятта қысқаша келген еді ғой. Бисми раббика әлләзи халақа деп келген. Келесі аят خلق الإنسان من علق еді. خلق الإنسان من قطعة دم, кішкентай бір бөлшек қан. Мутажаммида, алайда ұйыған, қатайған. Бағда ән кәнат нутфа, басында кішкентай тамшы болғаннан кейін ұйыған қанға айналған жаңағы кішкентай сол бөлшектен еттің бөлшегі дейміз, әлі етке айналмаған түрі ғой бұл. Ұйыған қан түрі әлі. Содан жаратқан адам баласын дейді. Иқра уа раббукал акрам. Иқра әйюһар расул, ей пайғамбар, оқы. Ма юхихиллаху илейк, Аллаху Тағаланың саған уахи еткенін. Уа раббукал акрам, сенің Раббың ең жомарт. Әлләзи ла юдани карамаху карим, оның жомарттығына басқа бір жомарт жақындай алмайды. Жақындай алмайтындай ең жомарт. Фахуа касирул джуди, ол жомарттығы өте ауқымды. Уәл ихсани, жақсылық жасауы да өте ауқымды болған. Алла рахымы, мейірімі, беретін сыйы өте мол болған, өте жомарт Алла дейді. Әлләзи аллама бил қалам. Әлләзи алламал хатта, жазуды, вәл китабата бил қалам, сызу мен жазуды қаламмен үйреткен Алла дейді. Соның атымен деді ғой. Алламал инсана ма лам я'лам. Алламал инсана ма лам якун я'ламуху. Бұрын білмеген нәрсесін деп мына жерде біраз тағы кәнамен қосай отырып, білмейді, ұзақ мерзім білмеген, яғни вообще бұрын білмеді емес, білмеген біраз уақытын соза отырып айтатын болсақ, кәнаны қоса отырып айтады. Әллә, хаққан, шын мәнінде.
innal insana, mına innal insana, qay insan el fajira, günahkar. Kim siyaktı? Misle Ebi Cehl. Ebu Cehl siyaktı günahkar, azgan adam dedi. La yataga. La yataga degenimiz yetecavazu. Yetecavaz bir narsenin şeginden asu degen söz. El hadda yani şekti, şekarаны askan. Fi taaddi hududillah. Allah'tың қойған шектерінен басып өту мәселесінде өте шектен шығып кеткен адам. Лаятға азды, азады, шын мәнінде адам азады дегенде қай адам? Жай кез келген адам емес, бұл жерде күнәһар адам үшін айтып тұр. Абу Жахал сәл. Ар-рааху стағна. Не үшін азады? Ли әжли. Үшін деген мағынады. Ар-рааху өзін көргендігі, санағандығы үшін. Не санағандығы үшін? İstəğnə, bay sanağandığı üçün, munsuz, muhtaç emas sanağandığı üçün. Ne üçün? Bimə lədeyhi minəl cəhi vəl məli. Özündегі ataq, danq және malı bolğandıqdan, özün ешкімге muhtaç emas sanağandığı үшін тура жолдан таяды. Әдетте тура жолдан таюдың себептерінен бірі ретінде де көрсетіліп тұрды мұнда тәпсірінде. Адамның енді мансапқа ие болуы, мансап та үлкен сынақ қой адамға, мал дүние де үлкен сынақ, адамның шектен шығып кетуіне себеп болуы мүмкін. Сол сияқты кедейлік те жолдан шығуына адамдардың себеп болатын нәрселерден. Өмір бақи кедей болып қал делінбейді, алайда кедейліктен пайғамбарымыз сыйынған, біздерге де сыйынуды насихат еткен. Estağfirullah billah. Enne ila rabbika ruca. Şın mənində Rabbına ey adam balası. Ar-rucu qaytu. Qay кезде yevmal qiyamah. Ve yucazi және де ол жазасын береді. Yani жазасын деген жақсылығы болғанның сыйын, жамандығы болғанның жазасын. Kullan bima yastahiqqu. Yani әр күнді есепке тартып бодауын береді, өзі лайық болған нәрсе түрінде өзіне жазасын береді. Лайық болған жазасын береді. Араайта аллази янха. Араайта. A'jaba min. Мұнадан да сондай таңғаларлық нәрсені көрдің бе дейді. Min әмри Әби Жәһіл. Әби Жәһілдің жағдайынан тағы да артығырақ таңғаларлық бір жағдайды көрдің бе дейді. Қандай Әбу Жәһіл? Аллази янха. Тыйым салып. Кімге тыйым салып тұрған? Абдан إذا صلى يعني عبدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند الكعبة كعبаның тұсында намаз оқып тұрғанда тыйым салған мына Әбу Жәһілді көрмейсің бе? Қандай таңғаларлық жағдай бұның істеп тұрған ісі деген мақсатта. Араайта көрмейсің бе? Инкана мына жерде де тұр. Инкана хазал манхи. Манхи дегеніміз бағана нәһәдан сіздерге сарф таблицасы беруіміз осындай харакатсыз мәтіндерді одан кейін оқып кету үшін қыздар. Манхи яғни тыйым салынған кісі, яғни пайғамбардың. Өзіне тыйым салынған кісі дейді. Аля худан тура жолда болса да ма? Ва басиратин және де басира дегенде көргендік, яғни тураны білгендік деген мағынада. Мир рабби, Алла тарапынан болған бір тура жолдың үстінде болғандығын білсе де ма, яғни жағаға тыйымды салады.